үшеуміз тұрамыз. Үшеу болу керек міндетті. Ортасына. Міне адамды құтқарамыз дегенде осылай үшеуден тұрдық, иә? Енді шлюпка. Шлюпка десек. Осылай тұрып аламыз, иә? Ал кеттік. Капитанымыз, араласамыз, капитанымыз. Шлюпка. Шлюпка. Болды. Жылдық енді орнымыз отырады. Болды. Бірінші топтан бастайды, сағат күніне қарамағанын сөйлейді. Кет. Нешеуің шығасыздар? Екеуің ба? Төртеуің ба? Алижан. Кет тұрсыңдар. Әдемі шығамыз екен. Кет шығыңдар. Келе ғой. Газ молекулаларын көрсетесіңдер. Ал. Қандай болады газ молекулалары? Ал соны көрсете ғой. Мінекей. Әрдайым неде болады олар? Қозғалыста болады. Нет, Халижан қозғалмай тұрсың ғой. Яғни жүре береді осылай. Мақұл. Кеттік. Екінші сұрақ. Аты дененің қысымы қалай жеткізеді? Қалай қысымды бір бағытта ғана жеткізеді. Өйткені оның молекулалары тек бір нүктеге ғана жеткізеді. Дұрыс. Кристалдың қосында бір нүктеге бар еді. Жақсы отырамыз. Кеттік. Екінші топ. Екінші топ себебі не еді? Сұйық заттар молекулалары моделіне сұйықтармен аталған ерткен қысымды барлық затқа бөледі. Бірінші моделіміз. Қалай көрсетесіз? Сұйықтың қасиеті қандай? Ең ерекше қасиеті? Көлемін сақтайды. Дұрыс, көлемін сақтайды, ішін сақтамайды. Ол үшін молекулалар тура осылай. Өйткені атқыш келеді олар. Араларының қашықтығын сақтайды осылай, бірақ жақындамайды, иә? Сондықтан олар көлемін сақтайды. Мына жерде де деңгейлер бірдей болады. Қысқа да, ал мынаны ұзын қылатын себебі су қысыммен не болу керек? Ағу керек. Яғни біреуге судың бізге пайдалы болады. Ол жағын ескереміз. Енді оқу мақсатты қатынастарды қолдануға мысалдар келтіру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар осындай. Енді бағалау критерийіне мән берейік. Қатынастар не екенін білу, яғни не екенін білеміз. Қатынастарға құйылған бір түрлі сұйықтық деңгейі не үшін бірдей болады түсіну. Қатынастарға құйылған әртүрлі сұйықтық деңгейі не үшін әртүрлі болады түсіну. Екі сұйықтық құюға болады екен, иә? Қатынастардың қолданылуын білу. Енді мына қараңдар, не себепті бұл ұстардағы сұйықтың деңгейі барлық бөліктерінде бірдей суретте көріп тұр. Көріп тұр, иә? Мына қараңдаршы. Мынау ернеуі мен шүмегі бірдей, және мынау ыдыстардағы бірдей, мынандай екі ыдыста бірдей, барлық ыдыстар бірдей. Қалай білесіңдер, неге бірдей болып тұр? Жағын айтып кетсін. Бір текті сұйық тұйық па, екі текті сұйық тұйық па? Бір текті. Және түптері өзара байланысқан. Сондықтан жазып аламыз, қатынас ыдыстар деп екі ұшы ашық, орталары жалғасқан ыдыстарды айтады. Қатынас ыдыстар жазып аламыз анықтамасын. Қатынас ыдыстар деп екі ұшы ашық, орталары жалғасқан ыдыстарды айтады. Яғни түптері деп айтамыз, синоним сөзбен түптері жалғасқан. Немесе екі ұшы ашық болғанмен орталары жалғасқан. Анықтамасын жасаймыз. Сендер енді зерттеңдер. Дұрыс дескрипторды қарайсыңдар. Төг мамандар. Қанша қисын? Болды. Так, енді қараймыз. Не байқадыңдар, қазір соны айтып бересіңдер. Не байқадыңдар балалар? Біресе төмен түсіруге болады, біресе жоғары көтеруге болады, иә?
дұрыс міне. Бірінші аш, былай біреу ашыңдар, жауып есебесіңдер. Не байқадыңдар? Суды қия бер. Көлемі әртүрлі, тығыздығы бірдей, ауыры ұшы бірдей формуласы Май кіре берсін, енді май құйылмайды, қайтадан кіре берсін. Ал енді зерттеңдер. Осылай тұрғанда ештеңе байқалмады, иә? Не істеу керек? Дұрыс айтасыз, жандырсың. Зерттеңдер енді. Не байқадыңыз? Құйылай берсін, әдейі солай етілген бол. Ашық қойылға болады, ашық қойса тіптен тез көтер, әдейі көтер. Не байқадыңыз? Дұрыс айтасыз. Дайындалыңдар, әдемі тұрып. Дұрыс. Қыстай қорытындыға келдіңдер, қорытынды жасаңдар сосын. Міне бүйтеді, қысқышты ашсаң не болады, айтып бересің, түтіктердің бірі көтерілсе не болады, тәжірибе жасаған, формуласын біледі. Формуласын кітаптан қараймыз? Формуласын кітаптан. Мынаны аш енді былай қарай өту үшін. Кітаптан қараймыз, қай формуланы қолданамыз? Болды ба? Яғни жоғары көтерген сайын не істейді екенсіз? Неліктен соған жауап бересіңіздер? Ал ойлана тұрыңдар, неліктен? Бері қараймыз бәріміз. Уақыт бітті. Бірінші топтан бастаймыз, қалғанымыз қыстырып қойыңдар. Отырыңдар. Біз қараймыз, бірінші топ бастаймыз. Тәжірибесін балаларға түсіндіреді қазір. Бәріміз қараймыз. Келе ғой. Қалай. Тапсырма бойынша не істеу керек еді сендерге? Ыдысты нанға құйып, суды наны ашқанда мынаған қарай қысқышты ашқанда екінші ыдысқа қарай құйылғанын көруге болады. Ал көрсет енді, қысқышты ашып, жауып көрсетеу. Біресе ашамыз, мінекей қараймыз. Қысқышты асқан кезде не істеді су? Су азая бастады. Су азая бастады. Күнбағыс майымен суды зерттеді. Көрсет енді, қайсысы? Екеуін алып көрсетсе енді. Ал қараңдар, күнбағыс майымен су дейді. Мінекей, бол, көтер, бірдей көтеріп тұр. Бірдей ұстап тұр. Бірдей ұстап тұрамыз. Енді қараймыз, қайсысының биіктігі артық болып тұр? Майдікі ма, судікі ма? Былай ұста, бірдей болу үшін. Қараңдаршы, мына жерде, міне бірдей көрініп тұр ма? Бетіндегі майды көріп тұрсыңдар ма? Май неге бетіне шығып кетті? Қысымы әртүрлі және тығыздығы әртүрлі. Бірақ ауаның қысымы бірдей әсер етіп тұр ма? Бірдей. Бірақ сұйықтардың қысымы әртүрлі деп айтамыз. Ауаның қысымы әрдайым бірдей болады жоғарыдан. Ал бірақ мына жерде мына май
майдың биіктігі суға қарағанда үлкен ба? Суға қарағанда үлкен. Ал судың биіктігі төмен деп айтты. Міне, сумен екеуін көрдіңіз ғой? Қаншалықты 2 сантиметрдей, иә? Тығыздықтары араласпайтын заттар. Майдың тығыздығы 800, судың тығыздығы 1000. Мынаны ұстады, орнына қойыңдар. Енді тығыздығы араласпайтын сұйықтарды дәлелдеді, араласпайтынын дәлелдеді бұлар. Сонда мынандай. Екінші топта, мінекей, мынандай формула шығарып алды екінші топ. Қоя ғой. Болды. Жақсы, қолдарыңыз үстіндерде отыра ғой. Ортаға қой. Біз мына суды мына ыдысқа, яғни қатынас ыдысқа құйдық. Біз мынадан ой түйгеніміз, ыдыстың көлемі әртүрлі болғанымен, оның күші, яғни тығыздығы бірдей, ауырлық күші бірдей әсер етіп тұр. Ауырлық күші бірдей, тығыздығы бірдей, дұрыс. Көлемі әртүрлі. Біз Пішіні деп айтайық. пішіні. Біз өлшегеніміздей, біздің осы қатынас ыдысқа салған суымыз қазір тең болып тұр. Олардың тығыздығы себебі бірдей болып тұр. Біз тығыздықты табудың формуласы ρ тең V m бөлінген V. Біз топпен ақылдаса отырып осындай ой түйдік. Ыдыстың көлемі әртүрлі болғанымен, оның тығыздығы бірдей және ауырлық күші бірдей әсер етеді. Сондықтан деңгейлері бірдей болып. Жақсы отырады. Деңгейлері бірдей. Ал. Берілген тапсырма, қысқа су құйып жіберді. Біз суды мына бөтелкеге құйдық. Және бұл бөтелкені былай жоғарыға Аузын ашып көтерген кезде мына жақтан су ағады. Неғұрлым көтерген сайын қалай болады? Көтер сал, әлде де көтер. Зерттесеңіз көтеріп, төмен түсіріп. Қатты көтерсек тез ағады, орташа көтерсек жай ағады. Бөтелкенің қақпағын жауып тастаса су өшіп қалады. Бұл неге бұлай болып тұр? Неден айырмашылығы не бұл? Оның тығыздығы. Су ғой бәрібір ол, біреуі бірдей ғой. Ауаның қысымы, яғни жоғарылаған сайын не істей береді ол? Төмендегісі артады. Сол кезде су не қылады? Қысымдардың айырмашылығына байланысты су